Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Бүгін біз сіздермен Саулық Лайф ұйымының төртінші сабағын өткіземіз. Яғни бүгін төртінші сабақтың тақырыбы бізде жүктіліктің пайда болуы. Жүктілік дегеніміз не? Жүктілік дегеніміз яғни бұл әйел ағзасында жаңа өмірдің дамуы. Ол сперматозоид пен жұмыртқа жасушасының қосылуынан басталып, ұрықтың жатырда дамуы арқылы жүзеге асады. Орташа есептеген кезде бұл 39-40 аптаға созылады, яғни 9 айды құрайды. Жалпы бұл ұрықтану процесі дегеніміз бізде аталық және аналық жыныс клеткаларының қосылуынан зиготаның пайда болуы. Ал бұл жаңа организмнің бастамасы болып табылады. Ұрықтану негізінде жынысты көбею және ата-анасынан ұрпағына тұқым қуалайтын белгілердің берілуі жатады. Бір жыныстық қатынас кезде 300 миллиондай сперматозоид қынапқа шығады. Сәл уақыттан соң миллиондаған сыртқа шығып кетеді, ал тағы бірнеше миллионы қышқыл ортасында өліп қалады. Соған қарамастан олардың көп бөлігі сперматозоидтардың жаңағы қорғаныштық қабілеттерінің арқасында келесі кезеңге қарай өтеді. Бұл келесі кезең ол бізде жатыр мойыны болып табылады. Бұл қалыпты жағдайда оның өзегі негізінде жатырдың мойны тығыз жабық болып тұрады, тек овуляция кезінде ғана ашық болады. Сперматозоидтар жатыр мойны өзегінен өткеннен кейін овуляция күндері жаңағы жатыр өзегіне әдеттегіден сұйық бөліндімен жабылады. Бұл сперматозоидтардың қозғалысын жеңілдетеді. Бұл жерде де миллиондаған сперматозоидтар сол жерде олар өліп қалуы мүмкін, немесе жатыр мойны қыртыстарында қалып қояды. Әйелдің иммундық жүйесі сперматозоидты бөгде дене деп қабылдайды, сол себепті оған қарсы әрекет ете бастайды. Келесіде келесі кезеңге бізде жатыр мойнынан өтіп шыққан сперматозоидтардың жартысы боз түсікке, жартысы аналық жасуша бар түтікке қарай жол тарта бастайды. Бұл кезде сперматозоидтардың саны тек бірнеше мыңға ғана жетеді. Фаллопиялық түтіктің іші ұсақ кірпікшелермен қапталған. Олар яғни бізде ұрық жатырға қозғалу үшін, оларды итеру үшін арналған функциясымен қамтамасыз етіледі. Ал бұл сперматозоидтар үшін жаңағы келесі кезеңге өту, келесі белесті бағындыру, яғни бұл жерде олар ағынға қарсы жүзу қажет болып табылады. Алғаш аналық жасушаға өткен сперматозоид бірігіп, басқа сперматозоидтардың енуіне кедергі жасайды. Осылайша ұрықтану процесі осылай басталады. Аталық сперматозоид алып келген хромосоманың жиынтығы мен аналық хромосоманың жиынтығы қосылып, яғни аталық және аналық хромосомадан 23 хромосома әкеден, 23 хромосома әйел адамнан беріледі. Солай санаған кезде бізде 46 хромосомадан жиналған ерекше уникалды жаңа өмір, жаңа ұрпақ басталады. Аналық хромосома жиынтығында тек X хромосома болады, ал аталық хромосома жиынтығы X хромосомада, Y хромосомада кездеседі. Сондықтан да баланың жынысы тек қана аталық сперматозоид тасымалдайтын соңғы хромосомаларға байланысты болып келеді. Яғни ол X хромосома алып келетін болса, онда болашақ баланың жынысы қыз болады, ал егерде Y хромосома алып келетін болса, онда баланың жынысы ұл болып табылады. Фаллопиялық түтікте ұрықтанған зигота енді түтіктің кірпікшелерінің арқасында жатырға қарай бағыттала бастайды. Ұрықтанудан 6-7 күн ішінде ол жатырға қарай жабысып орналасады. Осылайша жүктілік дами бастайды және біздегі ендігі менструальды цикл уақытша тоқтайды. Алғашқы жүктіліктің белгісі бұл, яғни бізде физиологиялық менструальды циклдың кідіруі, яғни оның болмауы болып табылады. Жалпы жүктілік болу үшін міндетті түрде жүктілікке дайындалып прегравидарлы дайындықтан өту қажет. Бізде бұл, яғни бұның маңыздылығына келетін болсақ, болашақ ананың және әкенің денсаулығын жақсартып, сәбидің қауіпсіз дамуына, туа пайда болатын көптеген ақаулардың алдын алу үшін бұл ең маңызды қадам болып табылады. Яғни бұл жерде алдын ала медициналық тексерістерден өтіп, дұрыс тамақтану, зиянды әдеттерден бас тарту және дене белсенділігін арттыру дені сау нәрестені дүниеге әкелуге көп көмегін тигізеді. Жүктілікке дейінгі, яғни бізде өтетін бірнеше медициналық тексерулер бар. Бұл жерде әйел адамның да, ер адамның да
қатысуы өте маңызды болып табылады. Әйел адамдар үшін бұл жерде ең бірінші бізде гинекологқа бару, яғни жыныс мүшелерінің жағдайын тексеру, яғни жыныс мүшелері бізде репродуктивті функцияға жауап беретін болғандықтан міндетті түрде тексеру қажет. Анализдер тапсыру қажет, бұл қан анализдері, зәр анализдері, гормондар болып табылады, және жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды анықтау. Сонымен қатар жатыр мойнының цитологиялық зерттеуі, яғни бұл бізде ПАП-тест. ПАП-тесттің маңыздылығы бұл жатыр мойнындағы дисплазияларды анықтау болып табылады. Егер де дисплазия болатын болса, онда жүктілікті кейінге қалдыру керек, себебі дисплазия бұл дисплазия деңгейінің бізде жүктілік дисплазияның асқынуына алып келуі мүмкін. Сондықтан да бұл тесттің маңыздылығы өте жоғары. Және ультрадиагностикалық зерттеу арқылы репродуктивті мүшелерді тексеру. Ерлер үшін міндетті түрде урологқа бару, жыныстық және репродуктивті денсаулықты тексеру, спермограмма, бұл ең маңызды анализдердің бірі болып табылады, яғни сперматозоидтың активтілігін, белсенділігін, сперматозоидтың санын, сперматозоидтың жылдамдығын анықтау керек міндетті түрде. Және жыныстық жолмен берілетін инфекцияларға тест. Жалпы жыныстық жолмен берілетін инфекциялар міндетті түрде ПЦР әдісімен анықталуы керек. Егер де ол анықталған жағдайда әйел адамда, ер адамда бірге ем алуы қажет. Жалпы жүктілікке дайындалатын кезде көп мән беретін жағдай ол бізде тамақтану мен өмір салты. Тамақтану бұл яғни рациональды тамақтану, кальций өнімдерін тұтыну, бұл жалпы сүйек жүйесін нығайту, бұл сүт өнімдері, яғни жаңғақтарды жатқызамыз бұл өнімдерге, және міндетті түрде фолий қышқылын, жасыл көкөністер, жаңғақтарды қолдану бұл жүйке жүйесінің түтігі ақауларын алдын алу, яғни спина бифиданың алдын алу болып табылады. Сонымен қатар міндетті түрде фолийді біз қосымша тағайындауымыз қажет, қосымша қабылдауымыз қажет. Және темір, қызыл ет, қарақұмық бұл бізде темір өнімдеріне бай болып келеді. Яғни бұл анемияның алдын алу, және сонымен қатар омега-3 май қышқылдары, яғни бұл нәрестенің ми дамуына әсер етеді. Және міндетті түрде зиянды әдеттерден бас тарту, мысалы темекі шегу, алкоголь деген сияқты, себебі алкоголь ұрықтың даму ақауларын алып келуі мүмкін, ал темекі шегу бұл қан айналымын нашарлатады және түстік састау қаупін арттыруы мүмкін. Сонымен қатар дәрі-дәрмектер, яғни дәрігердің рұқсатынсыз дәрілерді қолдануға болмайды, себебі жүктілікке дайындық кезінде және жүктілік кезінде көптеген дәрілер қолдануға болмайтын дәрілердің тобы болып табылады. Және физикалық және психологиялық дайындық, яғни дене белсенділігін көп көңіл бөлу керек. Бұл бізде жеңіл жаттығулар, йога, жүзу, серуендеу сияқты, және міндетті түрде артық салмақтан арылу, немесе жетіспейтін дефицит салмақ болса, жетіспейтін салмақты міндетті түрде жинау және жамбас бұлшық еттерін нығайту. Сонымен қатар стресстің деңгейін төмендету, ол дұрыс ұйқы, яғни 7-9 сағаттық міндетті түрде ұйқы, медитация және релаксация әдістері, қолдау көрсететін ортаны қалыптастыру, яғни жұбайы, туыстары, стресстің алдын алу, стресстік факторларды азайту болып табылады. Жүктілікті жоспарлау және контрацепцияны тоқтату. Егер әйел адам гормоналды контрацепция қолданатын болса, оны тоқтатқаннан кейін табиғи циклды, менструальды циклды қалпына келтіру үшін 2-3 ай қажет болуы мүмкін. Егер де жатырішілік спираль болатын болса, оны спиральді алынғаннан кейін эндометрия қалпына келу үшін кішкене біраз уақыт, 2-3 ай уақыт күту керек болып табылады. Жалпы сонымен қатар қосымша біз айта кететін болсақ, прегравидарлы дайындық кезінде бұл міндетті түрде фолий қышқылын қолдану, препаратты, яғни 0,4-0,8 миллиграмм дозировкада қолдану міндетті түрде. Сонымен қатар, мысалы, дефицитті жағдайларды, мысалы, анемия болатын болса, немесе қандай да бір микроэлементтер, витаминдердің дефициті болатын болса, онда соларды міндетті түрде толықтыру болып табылады. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, қойсаңыз болады.